Сәлем қыздар, сіздермен бүгін аджиканың рецептісімен бөлісетін боламын. Кейбір жерлерде огонек немесе чертополох деп те айтып жатады. Қалай айтса да, қыздар, бұл тағамның түрі өте дәмді. Аппетиттеріңізді ашатын, кез келген тағамның түріне қосып жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай да қайнатпайсыздар, небәрі бір күннің ішінде дайын болады. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін менімен бірге жасап көріңіздер. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қызанақтарымызды жақсылап жуып тазалап алып, 6 немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Ет тартқыштан өткізген кезде өзімізге ыңғайлы болу үшін жақсылап турап алатын боламыз. Осылай ет тартқыштан барлық қызанағымызды өткізіп аламыз. Үлкенірек жақсы ыдысқа құйып қоямыз. Енді тәтті бұрыштарымызды өткіземіз. Барлығын түгелдей өткізіп аламыз. Оны помидордың үстіне қосамыз. Қосып, енді келесі кезекте бізде осындай чесноктарды, ашты бұрыштарымызды және хреннің тамырын үшеуін бірге қосып араластыратын боламыз. Қыздар, бұл жерде ет тартқыштан өткізген кезде артынан міндетті түрде помидор, 1-2 штук помидорды қосып өткізіп жіберіңіздер. Өйткені чесноктың немесе хреннің тамыры өте қатты болғандықтан ет тартқыштарыңыздан өтпей қалуы мүмкін. Ал помидормен барлығы біркелкі болып өтетін болады. Осылай барлығын қосып, қалауыңыз бойынша укропты қоссаңыздар болады. Дәміне қарай 3,5 қасық тұз салдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осындай аспиринді қосатын боламыз. Оны жақсылап ұнтақтап езіп алатын боламыз. Мен осылай оқтаудың көмегімен барлығын үгітіп, жақсылап майдалап алдым. Бүтіндей қоспаймыз, қыздар, ол ерімей қалады. Осылай аспиринді қосқаннан кейін жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Бір түнге салқын жерге қойып қоямыз. Жаңағы тұзымыз, аспириніміздің барлығы біркелкі масса болып еруі қажет. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне қоюланып бір түн тұрды. Оны жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша кез келген банкіге немесе баклажкеге құйып сақтай беруге болады. Жақсылап араластырып аласыздар. Мен осындай 5 литрлік пластмасс шелектерді пайдаландым. Оны бірінші ыстық суға стерилдеп алып, барлығын құйып шығатын боламыз. Егер баклажкілерге құятын болсаңыздар, баклажкілердің ішін жуып, жақсылап кептіріп алып, осылай құйып шығатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бұл қыздар тексерілген рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептмен өздеріңіздің құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазір күз мезгілі, бір күндеріңізді арнап осы салатты жасап алсаңыздар, қыста рахаттанып жейтін боласыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша футблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Ас болсын.